Всем привет, қалайсыздар? Менің бүгінгі күнім осылай басталды. Басы ащы болғанмен аяғы тәтті дейді ғой. Қанша күннен бері базар деп жүгіріп жүріп, ауырғанымызды да байқамай осылай кішігірім ем алу керек болды. Солай не керек? Айттым ғой, басы ащы болса аяғы тәтті болады деп. Бізде скорыны күшті жаңалық болып жатыр. Сол үшін күйеуім паспортқа түсу керек болды. Загранпаспортқа енді біліп отырған шығарсыздар. Берсе Алла қаласа, енді оның бәрі уақытысымен. Солай емімді алып, бүгін күйеуімді загранпаспортқа түсу үшін қасына серік болып беріп барғам ғой. Сөйтсем, күйеуім заправкаға тоқтап, мынандай қызық болды. Қараңыздар. Менің байым заправкаға кіріп, қасында отырған мені көрмей, өзіне барып Red Bull алып келді. Құрметті ағайын, бұл әділеттік па? Отыр міне, түк сезбегендей ол. Үші маған келіп іш дейді ғой, ішпеген нәрсе. Қалай тамағыңнан батып жатыр? Берсей бұл. Аттым ішіп же. Мақыл. Мына көзімнің жасында сүртуге келмейді екен. Оны қаламасыз дейді оны. Жасымды сүртсем де сулап кетіп жатыр ғой, мына құрым жұқау емес оғар. Іші бұға. Паспортының алдында қыдырсай. Күлкі витамин ішіп алсаң аспирин ба немене, сөйтіп күліп алып, сосын 1000 теңгені қалтама басып алдым да, сосын әрі қарай соңға келдік. Солай соңға адам очередь көп екен. Бүгін біз кеш қиып қалыппыз. Бүгінгі барғанымыз зая кетті десем болады, өйткені бізге срочный керек болды. Бұлар 10 күннен кемі қабылдайды екен. Қала жақта бір күнде дайындап береді екен. Сөйтіп басқа күні баратын болып, үй жаққа қарай қайтып келе жатырып, сөйтіп жігітім айтты, қой құрсын, мен саған айыбымды жуайын деді да, солай үй жаққа келе жатырып, донер алдық, куриный гриль алдық, солай үйге қайттық, арасында тиктокта түсіп үлгердік. Бүгін сені кухнядан босатайын деп, сосын осындай сырттан тамақтар алдық. Үйге келсек мал сойылыпты, сонымен жолдан сүт алып, қолдың сүтін ішеміз, сол сүтін пісіріп. Бүгін Алматының аязы страшны болып тұр енді. Бүгін енді үйде тыңқиып жататын күн болып тұр, еш қайқа шықпай. Ал бізге ас болсын, уже деген времянкінің өзі суық болып тұр ғой, үлкен үйде шай тамағымызды ішетін болдық. Бізге ас болсын.